Анара сәлем, кеше саған үміткер келген болатын, бір ойыңнан шыққан сияқты. Кеше кездесу болды ма, қалай болып жатыр араларың? Кездесу жақсы өтті, сөйлесіп үлгере алдық. Мені де тұйық деп жатыр, үміткерім де тұйық болып көрінгенмен, бірақ өмірде өте ашық жарқын жігіт екен, мені ашық алды деп ойлаймын. Кеше бірліктің реакциясын байқаған боларсың, соған бір ойың? Мен ол кеше эфирде байқаған жоқпын, білдім, бірақ кеше эфирді қараған кезде байқадым енді. Түсініксіз реакция болды, түсініксіз реакция болып қала берсе екен. Уля сәлем, кеше Анараға үміткер келді, сол кездегі бірліктің реакциясын байқаған боларсың, соған бір-екі ауыз сөзің болса? Байқадым, екеуіне де жалпы үміткер келген кезде екеуі де бір-біріне шақтыртпай, қызғанышпен бір точка қарап отқан взглядтарын нелерін байқаған едім, негізі что-то екеуінің арасында бірдеңе бар сияқты. Енді білмеймін, бірақ енді бір-біріне деген қызғаныш байқалды. Бірлік сәлем, кеше Анараға үміткер келді, сол кездегі реакцияңды көбісі түсінбей қалды, соған қалай жауап бересің? Нормальный реакция деп ойлаймын. Ешқандай бір артық ештеңе жоқ. Просто қасымда 10 минут отқан кезде әңгімелесіп жоқ дегеніміз бар. Қатысушылар соның барлығын негізі көрерменде дұрыс түсінбей қалған екен. Ешқандай бір артық не емес. Просто жай эмоция деп ойлаймын. Анараға енді сәттілік тілеймін. Керемет бір үміткер келді. Екеуге жұбатам жатса, нұрсыз нұр болар деп ойлаймын. Нұрсұлтан сәлем, кеше Анараға үміткер келді. Сол кездегі бірліктің реакциясын байқаған боларсың, соған бір ойыңды айта кетсең. Сәлем, кеше бірліктің реакциясын көрген болатынбыз. Жалпы бірліктің реакциясын келетін, жалпы барлық қатысушылар көрді. Мен өзімнің ойымды айтатын болсам, бұл жерде Анараның үміткерін сәл жақтыртпай қалған сияқты, сондай лицомен тұрды да. Мен өзім байқаған бойынша не күлген жоқ, не бір андай шапалақ болмаса бір ұрған жоқ та. Тупо былай тұрып қалды. Жалпы бірлік өз сондай ма, болмаса соңғы уақыттар бірлік өзгеріп жүр ме, оны білмеймін енді. Бүгін Анара мен Санатжан ортаға шығады. Жалпы сұраймыз, қандай таныстық болды, бірліктің эмоциясын, жалпы неге олай эмоция көрсеткен сияқты. Бүгін барлығын 12:00-да көретін боласыздар. Ерназар, қанша күннен бері сенде үміткер жоқ, өзіңе бір үміткер шақырып жіберсең, талаптарыңды айтып, қандай қыздар ұнайды, соның барлығын бір айтып жіберсең. Қайырлы күн. Менің осында проектта отырғаныма бір айдай болып қалды, әлі үміткер келген жоқ, күтудеміз. Айтарым, ең бастысы жүрегі таза, ойы анық болса, сосын егер де маған үміткер болып келгеніңіз келсе, осы сілтемеден өтіп, өзінің заявкаларыңызды қалдыра аласыздар.